Қайырлы күн балалар. Бүгін бізде математика сабағы 2-ші сынып 62-ші сабақ. Өзіңді тексер. Бірінші есеп. Суреттегі жиындарды ата. Әр жиынды әріппен белгіле. Олардың әрқайсысында неше элемент бар екенін жаз. Бірінші бізде топтар жиыны, оны А әріпімен белгілейміз. Мұнда 2 элемент бар. Екінші жиын бізде алмалар жиыны, оны В әріпімен белгілейміз. 3 элемент бар. Үшінші жиын шар жиыны, С әріпімен белгілейміз. Мұнда 5 элемент бар. Төртінші жиын дәптер жиыны, Д әріпімен белгілейміз. 3 элемент бар. Бесінші жиын бізде жапырақтар жиыны, мұнда 5 элемент бар, мұны Е әріпімен белгілейміз. Ары қарай осы жиындарды біріктір және оны ата. Шыққан жиынды әріппен белгіле және неше элементтен тұратынын жаз дейді. Енді бұны біз К деп белгілейміз және бұны барлық жиын деп атаймыз. Барлық жиынның элементін табу үшін әр жиындағы элементтер санын қосамыз. Яғни 2 қосу 3 қосу 5 қосу 3 қосу 5 тем бізде 18 болады. Сонда К жиында бізде 18 элемент бар екен. Екінші есеп. Диаграммаларда бейнеленген жиындардың элементтерін зертте. Осы екі жиынның бірігу және қиылысу операцияларының диаграммаларын құр. Диаграммалар бойынша өзің сұрақтар қой. Біз бірінші бірігу диаграммасын сызамыз. Ол үшін бір үлкен дөңгелек сызып аламыз. Яғни сол үлкен дөңгелектің ішіне екі жиында элементтерін барлығын саламыз. Яғни сонда бізде 2 қызыл дөңгелек, 1 сары дөңгелек, 2 көк шаршы, 2 қызыл жасыл 3 бұрыш, 1 қызыл шаршы, 1 көк 3 бұрыш болады. Енді қиылысу диаграммасы, қиылысуында 2 дөңгелек сызамыз. Ортасына 2 жиынға да тиісті элементтерді жазамыз. Яғни 2 жиынға да тиісті бізде 1 қызыл дөңгелек, 1 көк шаршы, 1 3 бұрыш жасыл. Енді бірінші жиында бізде элемент қалмады, ол бос болып қалады. Екінші жиынға біз оң жағына қалған екінші жиынның элементтерін жазамыз. Бұл жерде бізде қалады 1 шаршы қызыл, 1 сары дөңгелек, 1 көк 3 бұрыш қалады. Үшінші есеп. Тапсырманы орында. Дәптерге осы диаграмманы сал және оған жиындардың элементтерін жаз. Дәл осылай дәптерімізге диаграмманы сызып аламыз және ішіне ең жоғарыда берілген М жиынның элементтерін саламыз және екінші жиынға П жиындарының элементтерін саламыз. Енді келесі тапсырма. Әрбір жиынға тиісті 3 элементтен жаз. Мысалы, А элементі тиісті М жиынына, К элементі тиісті П жиынына, осылай 3 элементтен жаз дейді. Жазамыз. С элементі М жиынына тиісті, Д элементі М жиынына тиісті, Е элементі М жиынына тиісті. Екінші жиыннан N элементі P жиынына тиісті, O элементі P жиынына тиісті, R элементі P жиынына тиісті деп осылай менкіндетіп сызып жазып аламыз. Төртінші есеп. А нұсқасы. Партаның үстінде 2-ден көк, жасыл және қызыл қарындаштар жатыр. Осы қарындаштарды 2-ден таңдау нұсқаларын жалғастырып кестеге жаз. Басы бізде кестеде берілген, қалған 3-еуін толықтыруымыз керек. Оған 3-еуіне біріншісіне қызыл жасыл, екіншісіне қызыл көк, үшіншісіне жасыл көк деп жазсақ болады. Ә нұсқасы. Қарындаштарды 3-3-ден таңдаудың 12 нұсқасын құр. Жауабын кесте түрінде жаз. Яғни 12 ұяшық болатындай кесте сызып аламыз. Біріншісіне 3 қызыл, екіншісіне 3 жасыл, үшіншісіне көк, 3 көк деп жазып аламыз. Одан кейін қатарға 2 қызыл, 1 жасыл, 2 жасыл, 1 көк, 2 көк, 1 қызыл деп жазамыз. Одан кейінгі қатарға 1 қызыл, 1 жасыл, 1 көк, 2 жасыл, 1 қызыл, 2 көк, 1 жасыл. Келесі қатарға 2 қызыл, 1 көк, 1 көк, 1 қызыл, 1 жасыл, 1 жасыл, 1 қызыл, 1 көк деп жазсақ болады. Бесінші есеп. Жалған пікірлерді тап. А нұсқасы. 1 жылда 24 ай бар. Бұл бізде жалған пікір болып табылады. Яғни А нұсқасы деп жазып қоямыз. Ә нұсқасы 10 сантиметр 1 дециметрге тең. Яғни бұл ақиқат. 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Б нұсқасы 2 мен 9-ның қосындысы 12-ден артық. Яғни бұл жалған пікір болады. Себебі 2-ге 9-ды қосқанда 11 шығады. Яғни 12-ден кем болу керек.
Сонда бізде жалған пікірлер А және Б нұсқасы деп жазсаңдар болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Барлығы түсінікті болса, лайк басып достарыңа жіберуді және каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Сау болыңдар.